Жылдық дастарханға тортты сатып алмай-ақ өзіңіз жасап көріңіз. Өте оңай рецептпен бөлісемін. Міндетті түрде сақтап алыңыз. Ең алдымен 2 жұмыртқа, сгущенка және де ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырып аласыз. Келесіде үстіне ұнымыз бен разрыхительді қосып, венчикпен араластырып аламыз. Біздің массамыз осындай болып шығады. Массамыз қатты қою да емес, сұйық та емес болып шығады. Енді біз пергамент қағазды 4-ке бөліп аламыз. Массамызды осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Қасықтың көмегімен барлық массаларымызды пергамент қағазына жайып шығатын боласыздар. 180 градуста 5-7 минутке пісіріп аламыз. Мінекей біздің корждарымыз пісті. Ендігі кезекте біз торттарымызды жинайтын боламыз. Кремге қажетті заттардың барлығын төменге жазып көрсетіп кетемін. Барлық корждарымызды осылай жинақтап аламыз. Қалған креммен сыртын жақсылап осындай обтяжка жасап шығамыз. Барлық корждарымызды жинақтап алғаннан кейін салқын жерге 1-2 сағатқа қойып аласыздар. Келесіде тортымызды әдемілейтін боламыз. Жаңа жылдық торт болғандықтан мен тортымның бетін Аяз Атаның бейнесін бейнелеп шықтым. Міндетті түрде осы тортты менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай жасалынатын торттардың бірі. Маған тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.